медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділікті арттыру мақсатында ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту пилоттық жобасы аясында облыста медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсететін 65 нысан салынады. Аягөз ауданында 7 объект. Оқушы орындарының тапшылығын жою 5700 орындық 11 мектеп салу арқылы іске асырылады. Орын тапшылығы ауданда да бар. Келешекте 2 мектеп пайдалануға беріледі. Тұрғындардың спортпен айналысуы үшін 144 нысан жұмыс жасайды. Оны 928,8 миллион теңгеге спорт кешені салынады. Жобалық сметалық құжаттама әзірленді, жер учаскесі бөлінді. Облысты дамытудың кешен жоспары аясында Аягөз қаласында тірек қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған 150 орындық оңалту орталығы салынады. Қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Құрметті аудан тұрғындары, алдымызда тұрғындар игілігіне жұмыс жасайтын нақты мақсат міндеттеріміз тұр. Өткен жылы ғана құрылған Абай облысының өзгелермен тең дәрежеде болу үшін ел болып еңбектену қажет. Аудан әкім қызметке келгеніне көп уақыт болған жоқ, жаңа ғана айтты 2 ай. Бірақ жергілікті мәселелермен толық таныс деп ойлаймын. Олардың кейбіреуі баяндағанындай кешен жоспарға енді, өзгесі салалық басқармалармен бірлесе шешілетін болады.